Қайырлы күн. Бүгінгі бұл видеода мен біздің домбыра онлайн үйрену сайтымызға және де біздің домбыра үйрену сандық нота жинағы кітабымыздың электронды нұсқасында олды дәл осындай сайтта салынған. Соған екеуіне бүгін кішігірім обзор жасамақшымын. Соны қарап алсаңыздар. Бізде сайт деп айтып жатырмын, бірақ соны барлығы ішкі несін көргісі келіп жатыр, сұранып. Соны айтып өтейін. Біз кез келген әнді, күйді осы жерге жинақтап салып қоямыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін, мысалы былай мазмұнын жасадық. Мысалға, қай әнді іздедіңіз? Мысалы, Балқадиша әнін іздесеңіз, Балқадишаның үстіне басасыз, кіріп, мына жерден үстіне басқан кезде Балқадиша әніне жібереді. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Дәл сол сияқты кез келген әніңізге мысалға күйлері келетін болсақ, мысалы Адай күйінің екінші бөлімде жүрсеңіз, сіз мысалға Адай күйінің екінші бөлімі деп мынаны іздеп жүрмейсіз, арасынан осы жерден басасыз. Болды, сізді Адай күйіне жібереді. Осы жерден Адай күйін көре аласыз. Видеоны басасыз, осылай шығады. Видео сабағымыз қосылады. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін үлкейтіп алсаңыз болады. Әртүрлі качествода деген сияқты. Сол сияқты мына балбырауын күй келесі. Осылай іздеп отырсаңыз да болады, бірақ сіздерге ыңғайлы болу үшін біз барлығын солай сілтемемен жасап қойдық. Енді келесі біз кейін көре жатармыз. Так, енді біздің домбыра үйрену кітабымыз, яғни бұл домбыра үйрену кітабымызды дәл осындай жүйеде жасалған. Мазмұны мысалға кез келген, бұл жерде енді айырмашылығы, мысалға сіз Адай күйінің енді сізге несі керек болса, Адай күйін басасыз үстінен. Сол кезде сіздің көріп тұрғандарыңыздай Адай күйінің сандық нотасына жібереді. Осы жерден көріп, өзіңізге немесе скриншоттап алып, қалай ыңғайлы. Солай өзіңізді сақтап алсаңыз да болады. Кез келген әнді, күйді біз бұл жерде мазмұн бойынша жасап қойғанбыз. Келесі мысалға Жалын кешкен әннің сандық нотасы керек болса, кіресіз, ешқандай проблема жоқ. Жалын кешкен басасыз. Осылай жалын кешкенге жіберді. Осы жерден сіз скриншоттап аласыз, өзіңізге немесе сондай деген сияқты. Осылай барлық әннің, күйдің осылай салып қойдық. Көріп тұрғандарыңыздай Қара жорға, Қошақаным әні деген сияқты барлық.